Құрып кет Еппа Шиматтың баласы. Отыр үйде қатыныңа жабысып, мен жүрмін аязда қар тазалап. Көктем келді десек, қар жауып, аяз болғандай-ақ. Осы келіннің кесірі бәрі. Мен анамды сағындым. Үйге қайтқым келеді. Күнде ұрыс, күнде маған тиіспесе күні өтпейді. Жаным үлкен адамдар ғой. Енді олар менің ата-анам. Әкем сондай мазасыз адам, қайтем? Бұрыннан сөйлеп қалған. Мен шаршадым, емін еркін жүре алмаймын. Бәрі ұнамайды. Мені жерге салып отырады, адам көрмейді. Ата-анам болса да, мен үшін бір сөз айтсам болады ғой. Өз ата-анам болғасын саған үйреншікті, ұрысы байқалағаны. Айжан! Жасамашы олай, мен сенсіз тұра алмаймын. Қалағаныңды жасаймын. Анау екеуі немене бөлмелерінен шықпай жатыр. Таңнан бері ұрысып жатыр. Бәріне сен кінәлісің. Келінге күн көрсетпедің. Келін немене жиналып жатыр ма? Кетейін деп жатыр. Масқара, ұяттын-ай. Ойбай, мен не істедім? Мен дымда деген жоқпын. Әке анашым, менің сізге айтар жаңалығым бар. Ойбай, күтек не жаңалық? Құдай сақтасын, осыдан кетем десін. Осы ауылдың қызына үйленгенде олай болмас еді. Бастысы ұлына ұнаса болды емес па? Мен ене десем, енесем болдың ғой. Құдағайдан ұят. Бала тумайды 1 жыл болды. Соған жыным келіп тұр. Бұдан былай ешкім менің әйеліме сөз сөйлемесін. Или менің ажырасқаным керек пе сізге? Подкаблучниксің сен, шешесінің. Балам, келінді алып төркініне апарып кел. Демалып қайтындар қалада. Шалмен сөйлесем.